Елімізде жемқорлыққа жол берген судьялар, құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдар қызметкерлері үшін қатаң жауапкершілікпен санкциялар енгізу ұсынылуда. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер мен олардың отбасы мүшелеріне шетелдік банктерде салымдар ашуға тыйым салынбақ. Қазір сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталған заң жобасы қызу талқылануда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын әзірледі. Ұсынылған түзетулерді 3 блокқа бөлуге болады. Біріншісі сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталған. Предметом проверки будут Судьялар, құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері үшін қатаң жауапкершілік пен санкциялар енгізу ұсынылады. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық жағдайын модельдеу арқылы парасаттылықты тексеру институты құқық қорғаушылар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда тиімді тежеуші тетік болады. Сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілікті күшейтетін тағы бір шара аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін еселі айыппұл қолдануды болдырмау. еще одной Мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті өзге де адамдар, олардың жұбайлары, кәмелетке толмаған балалар үшін де сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа шектеу енгізу, шетелдік банктерде шоттар ашуға және иелік етуге тыйым салу ұсынылуда. Сонымен қатар агенттік сыбайлас жемқорлық ұғымын жеке секторға таратуды ұсынып отыр. Бастамалардың үшінші блогы қоғамдық бақылауды күшейтуге бағытталған. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлайтын адамдарды қорғаудың кешенді жүйесі жүзеге аспақ. Қазір қызу талқыланып жатқан тұжырымдама қабылданған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.